Бәріне сәлем, сендермен бірге кино шолу және біз бүгін «Неверная» атты фильмге қысқаша кино шолу жасайтын боламыз. Я хочу попросить тебя, в общем, следить за моей женой. Бақытты және жағдайлары жақсы Эдвард пен Конни Саммердің отбасылары Нью-Йорктың қала маңындағы жеке үйде 8 жасар балдарымен бірге өмір сүреді. Егер күндердің бір күнінде Конни күйеуін тыңдап қалаға бармай үйінде отыра бергенде, барлығы осылай жалғаса берер меді. Бірақ оған маңызды аукционға дайындалу керек болды да, ол қатты жел тұрып тұрған Нью-Йоркқа келіп жетті. Қалада таксиді тоқтату мүмкін болмай, қатты жел серпілістерінің бірінен кейін келіншек келе жатқан бір жас жігітке соғысып қалды да, екеуі дәл бір-бірінің үстіне құлап түсті. Конни жерге түскен кітаптарды жинап алуға тырысты, ал кейін жас жігітке такси тоқтатып беруді сұрады. Бірақ жігіт те еш жетістікке жете алмады. Жігіт келіншектің тізесіндегі жараларды байқап, келіншекті өз үйіне шақырды. Өйткені ол дәл сол үйде тұратын болып шықты. Қыз өтіп бара жатқан осы жолы бос болған таксиді көзімен шығарып салды да, бейтаныс жігіттің ұсынысын қабыл алды. Пәтердің ішінде Конни жарақаттарын залалсыздандырып алды. Алайда өзін ыңғайсыз сезініп, сол жерден өз баласына звондап, сол арқылы отбасы бар екенін тұспалдады. Жігітті бұл ақпарат еш қызықтырмады. Ол өзін таныстырып, Конни оның аты Поль Мартел екенін, жасы 27-де екенін және сирек кітаптерді алып сату арқылы ақша табатынын білді. Келіншек енді кете бергенде Поль оған бір кітапты алып кетуді ұсынды да, тіпті ерекшелеп бір кітапты алуға кеңес берді. Кітаптан 15-ші беттегі үзіндіні оқуды сұрады. Ол жерде өмір, кінә, қуаныш және өмірдегі бақытты сәттерді өткізіп алмау керектігі туралы жазылды. Бұл өлең жолдары Конниге қатты әсер етті. Бірақ келіншек кету керек екенін уақытылы түсініп, пәтерден шығып кетті. Үйде Констанция баласы анасының тізесіндегі жараларды байқап, күлкілі фотолар жасады да, әкесі келгенде оған көрсетті. Ал Коннидің өзі бір жақсы жігітпен кездесіп қалғанын және ол оған көмектескенін айтып берді. Оған Эдвард қалжыңдап, рахметіне құтқарушысына бір шарап бөтелкесін жіберуді ұсынды. Келесі күні әйел жігіт берген кітапты қарап шығайын деді де, алып жатқанда ішінен оның телефон нөмірі жазылған визитка құлап түскенін байқады. Орталық вокзалда жүріп, ақыры жігітке звондаймын деп шешті. Бір сәтке ол өзінің ойын өзгертіп қоңырауды үзіп тастады. Бірақ ақыры өзін ұстай алмай Польге звондады. Келіншектің ыңғайсызданып рахмет айтып жатқан сөздерін елемей, Поль оны бірден үйіне кофе ішуге шақырды да, қыз келісімін берді. Үйінде Поль айтқанындай келіншекке кофе дайындап беріп, Брайль шрифтімен жазылған кітапты көрсетті. Оны оқып жатып, жігіт Коннидің қолын ұстап алды. Келіншек те жігітке деген жылы сезімдері пайда болып, бірақ бәрібір тезірек үйіне қашуды шешті. Ол Эдвардтың жұмыс орнына келіп, қызметкерлерімен және достары Биллмен амандасып, күйеуіне жылы жемпір сыйлады да, аукционмен енді олардың таныстары Боб Гейлормен бірге айналысатынын айтты. Бұл күннің кешінде күйеуі әйелінің көңіл күйі көтеріліп, аспанға самғап жүргенін байқады да, бірақ оған аса назар аудармады. Келесі күні Констанция қайттан Польдің үйіне келді. Үйге кірмей жатып, Поль оны биге шақырып, бірден қырындай бастады. Алайда әуен үзіліп кетті де, Поль оны қайта қосуға кетті. Бұл уақытта Конни бір нәрсе бүлдірейін деп тұрғанын түсінді де, кетіп қалғысы келді. Қайтып келіп плашын ала бергенде, жігіт оны көтеріп алып, өз төсегіне әкеп жатқызды. Үйіне бара жатқан жолда әйел Поль арасында болған нәрселерді есіне ала бастады да, оны үрей мен кінә сезімдері бірге баулады. Бұл уақытта Эдвард өзінің досы Боб Гейральдті кездестірді. Және әңгімеден Конни онымен ешқандай аукцион туралы сөйлеспегені анықталды. Сөйтіп біраз уақыт өтіп кетті. Констанция мен Поль кездесулерін жалғастырды да, бір күні жігіт әйелді кафеде ас ішуге шақырды. Онда Поль өзін өте еркін ұстап,
Тіпті Конниді сүйе бастағанда ол сәтті Эдвардтың қызметкері Билл көріп қойды. Кешке Эдвард келіншегі ваннаға түсіп жатқан кезінде онымен бірге түскісі келді. Алайда әйелі оның сезіміне жауап бере алмады. Күйеуі енді әйеліне жайлап күмәндана бастады. Онымен қоса таңертең оның дайындап қойған жаңа іш киімдері мен биік өкшелі аяқ киімдерін көріп қалды. Әлі де қателесіп жатырмын деп ойлап, әйеліне түскі асты бірге ішуге шақырды. Бірақ әйелі қарсы болып, ол уақытта салонға жазылып қойғанын айтты. Жалғыз қалған соң Эдвард әлгі салонға звондап, әйелі ол жерге мүлдем жазылмағанын анықтап алды да өзінің күмәнін толық растады. Полдың үйіне жақындап қалғанда келіншек құрбыларын кездестіріп қалды да, олар Конниді кафеге жетектеп кіргізді. Ол жерде Конни жігітіне звондап шамалы кешігіп келетінін айтты. Алайда Пол өзі сол жерге кіріп, олар туалетке жасырынып кіріп кетті. А мы думали, тебя тут красавчик похитил. Бұл уақытта жұмыста Эдвард пен Билл арасында ұрыс болып, аяғында Эдвард досын жұмыстан шығарып жіберді. Кетіп бара жатып, Билл оданша әйеліне еге болып жүрсейші деп айтып қалды. Бұл сөздер еркек үшін соңғы нүкте болып, ол әйелін аңдысын деп жеке детективке жүгінуді шешті де, өзі бір күнге Чикагоға ұшып кетті. Бұл күні детектив Коннидің көңілдесімен бірге жүргенін суретке түсіріп алды. Ал Конни бұл қатынасқа берілгендігі соншалықты баласын мектептен алып кетуді ұмытып кетті де, кешке сол үшін уайымдап отырды. Келгеннен кейін детектив Эдвардқа барлығын егжей-тегжейлі айтып берді де, жас жігіттің адресі мен фотоларды қолына ұстатты. Колли бұлай ары жалғастыруға болмайтынын түсінді де, Полге қарай шығып, барлығын тоқтату үшін бара жатыр. Бірақ көшеде оның басқа жас қызбен жүргенін көрді. Олардың кітапханаға кіргендерін көрген соң арттарынан барды да, сөйтіп қызғаныш ызасын ұстай алмай оларға қарай атылды. Лифт ішінде олар ұрсып жатты. Конни олардың қатынастарын үзетінін хабарлады. Ұрыстың арқасында жігіт жынданып кетіп, Конниді күшпен алғысы келді. Келіншек те оған кетер болмай, екеуі дәл сол жерде неғылып кетті. Тура сол уақытта квартира қасына Пол келіп, бірақ әйелдің сәтіне орай олар бір-бірімен жолықпай қалды. Еркек Полдың үйіне келіп, ақыры ол жігітпен жолықты да, бірден өзін Коннидің күйеуімін деп таныстырды. Жігіт еш саспай оны үйіне кіргізіп, сусын құйып беріп, әйелі арасындағы қатынастары туралы барлық сұрақтарына жауап берді. Әр жауапты естіген сайын Эдвардтың жүрегі қатты жараланып, ал төсек қасына келгенде онда жатқан шиша шарды көрді. Эдвард оны әйеліне сыйлаған еді, бірақ Конни шарды көңілдесіне бере салды. Бұл оқиға Эдвардты толық өзінен шығарды да, оның көзі қарауыта бастады. Эдвард өзінің не істеп жатқанын түсінбей, Полдың басынан 2 рет сол шармен қойып қалды. Сүйектің сынған дауысы естілді. Пол өзінің қанына толған жерге құлап түсті. Өзінің не істегенін кеш түсінген еркек басында полиция шақырғысы келді. Бірақ кешірек ойын өзгертіп, қылмыс орнындағы дәлелдерді жойып тастағысы келді. Полдің денесін кілемге орады да, сүйреп шығарып жатқанда телефон звондап, онда өзінің әйелінің дауысын естіді. Әйелі жылап тұрып, өзінің көңілдесіне өз отбасын енді алдамайтынын және оны тастайтынын айтты. Оны естіген Эдвард барлық хабарламаларды өшіріп тастады да, жігіттің денесін сыртқа алып шықты. Бірақ телефон қасында жазылған әйелінің нөмірін қалдырып кеткенін байқамай қалды. Еркек денені көлігінің багажнигіне салды. Сөйтіп баласының мектептік спектакліне келіп қатысты. Онда былғанған көйлекті ауыстырып, денесіндегі қандарды тазалады да, залға қарай бет алды. Конни оны күтіп алды. Сөйтіп біраз уақыттан бері бірінші рет жылу сезімдерді білдірді. Түн ортасында Эдвард тұрып, денені қоқыстар алаңына әкелді. Оны олардың арасына тықты да, кейін көлігін жуып шайды.
Осы уақыттан кейін Эдвард әйелі оған қайтадан көңіл бөле бастағанын байқады, бірақ өзіне қорқынышты түстер кіріп жүрді. Бір күні күндіз үйде тек Конни мен баласы болған уақытта полиция қызметкерлері келді. Олар Поль Мартельдің өзімен тұрмайтын әйелі оның жоғалып кеткенін хабарлағандығын және оның үйінде Коннидің телефон нөмірін көргендерін айтты. Әйел Польді онша танымайтынын және одан кітап сатып алғысы келгенін айтты. Бірақ Польдің әйелі бар екенін естіген кезде реакциясы полицейлердің көзіне түсіп қалды. Дегенмен полиция қызметкерлері кетіп қалды да Самнер отбасыларының өмірлері уақытша қалпына келгендей болды. Алайда полиция қызметкерлері қайта оралып, Поль Мартельдің өлі денесі табылғандығын хабарлады. Детективтер әйелге Польдің тұратын үйіне бардыңыз ба деп сұрады да, келіншектің бір күні сол жерде алған айыппұлын есіне түсірді. Алайда Конни ол жерде құрбыларымен кафеде отырғанын айтты. Польмен қайда таныстыңдар деп қойған сұрақтарында Конни концертте деп жауап бергенде, кенеттен Эдвард әйеліне көмектесіп, өзі де сол күні сол жерде болғанын айтты. Ал полицейлер әйелін қыспаққа алғысы келгенде, оларды бұл жерден кетуді өтінді де, Конниді сезімдерімен жалғыз өзін қалдырды. Келесі күні Эдвардтың костюмын прачкадан алып кетіп жатқанда, қалтасынан олардың Поль екеуінің суреттерін көріп қалды. Ол күйеуі барлығын біліп жүргенін енді ғана түсінді. Кешке достарымен жиналған отырыста Конни Польге сыйлаған шарды байқап қалды. Польді күйеуі өлтіргенін енді осы жерде анық түсінді. Ал екеуі жеке қалып әңгімелесе бастағанда, еркек басында жігітті емес, оны өлтіргісі келгенін айтты. Келесі күндері отбасымыз ұрыспай өмір сүрді, бірақ полиция келіп қалады ма деген қорқыныштары күшейе түсті. Бір күні Конни әлгі шардан Эдвард бұрында салып қойған фото мен артында жазылған хатты байқады. Хатта Эдвард олардың отбасылары келешекте бақытты болады деп үміттенгендерін жазған еді. Сөйтіп Конни көңілдесінің барлық фотоларын өртеп тастады да, сол күні оның үйіне кірмей, бос таксиге кіріп, өз отбасына кеткенін елестетті. Оған күйеуі жақындап, барлығын полицияға айтқысы келетінін, өйткені бұлай ары қарай өмір сүре алмайтынын айтты. Конни дайындалып жүрген мектептік аукцион басталып, барлығы ойдағыдай өтті. Кеште жұбымыз осы өмірде бір-бірін соңғы рет көріп жатқандай биледі. Қайтып келе жатқан жолда олар светофор қасына тоқтады. Конни олардың аттарын ауыстырып, Мексикаға көшіп кету керектігін және жаңа өмір бастаулары керектігін айтты. Эдвард қарсы болмай әйелін құшақтады да, бағдаршамның жасыл түсі жанса да, алға жүруін жалғастырмады. Өйткені дәл осы жерде полиция бөлімшесінің қасында олар үшін барлығы біту керек болды. Осымен фильм аяқталды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар достар.